Достар, егер де сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын-соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Ертеде ислам әлемінің тарихшысы Абул Хасан Ал-Ажли өзінің бір туындысында мына бір әңгімені баяндап береді. Күндердің күнінде бір қалада ең сұлу келіншек өмір сүріпті. Оның сұлулығына халықтың барлығы қызығатын, және ол мұнымен мақтанатын. Бір күні ол айнаға қарап өзіне тамсанып былай дейді: "Мұндай сұлулықтың алдында ешбір еркек тұра алмайтын шығар сірә. Кез келген кісіні баурап алатыным ақиқат", деп өзін мақтап жатады. Мұны естіген күйеуі: "Мүмкін солай да шығар, бірақ Убайд ибн Амир ешқашан қыздың көріктігіне қарамайды. Ол сондай тақуа жігіт, оны азғыру оңай болмас" дейді. "Ол кім өзі, қайда тұрады?" деп әйелі таңғалады. Убайд ибн Амир Мекке халқының арасында ең тақуа жандардың бірі. Оны жергілікті халықтың барлығы құрметтейді. Сонда әйелі: "Отағасы, егер рұқсат берсең, мен оның алдына барып жүзімді ашып көрейін. Мүмкін сен айтқан тақуа кісінің шынайы бейнесі ашылар" дейді. Күйеуі болса: "Жарайды, тырысып көр, бірақ қара да тұр. Ол мұндай айлаңа оңай сынбайды, себебі оны біз ұзақ жылдар бойы тақуа деп танимыз. Ендеше бәстесіп көрейік" деп рұқсатын береді. Ертесіне әйелі барынша әсемденіп, иіс суын сеуіп, Убайд ибн Амирдің үйіне барады. Убайд үйден шыққан бойда әйелі жүзін ашып, оған сұлулығын көрсетеді. Мұны көрген Убайд: "Ей жаратқанның құлы, әсемдігіңді күйеуіңе барып көрсет, мұнда не істеп тұрсың? Аллахтан қорқсаңшы" деп шошынады. Сонда әйел: "Расында мен сені іздеп келдім. Барлық еркекті артта қалдырып, сұлулығымды жалғыз өзіңе арнадым. Мені қабыл ал" дейді. Сол уақытта Убайд ибн Амир саспастан: "Ей қарындасым, мен саған бірнеше сұрақтар қояйын. Егер солардың біреуіне иә деп жауап қататын болсаң, бәлкім мен сені қабыл алармын" дейді. Әйел ойланбастан келіседі. "Ендеше айта қойшы, егер Әзраил періште келіп, жаныңды алайын деп жатқан сәтте, мен саған келіп, осылай ұсыныс жасасам, қабыл алар ма едің?" "Әрине жоқ. Егер жаның шығып, қабірге қойылғанда жаныңа екі періште келіп, сұрақ астына алып жатқан сәтте, бұл ұсынысың әшкере болғанын қалайсың ба?" "Құдай сақтасын, жоқ әрине. Ертең Аллахтың алдына барып, сұрақ астына алынған сәтте, осы жағдайдан сұралуды қалайсың ба?" "Жоқ әрине. Егер ертең барлық амалдарың таразы басына тартылатын болса, осы әрекетің таразыға салынатынын қалайсың ба?" "Ол не дегеніңіз?" "Жоқ әрине. Ендеше жаратқан жаббардың алдына барудан қаншалықты қорықсаң, өзге еркектің алдында сұлулығыңды ашудан неге қорықпайсың? Аллах тағала саған мейірімін төгіп, басқа әйелге бермеген сұлулықты берген екен. Ендеше неге сол нығметке қиянат жасап, көше кезіп жүрсің? Менің ешқандай сұрағыма иә деп жауап қата алмадың. Мен де сені қабыл ала алмаймын" деп Убайд ибн Амир үйіне кіріп кетеді. Әйел ойындағысын жүзеге асыра алмай, басы салбыраған күйде үйіне оралады. Күйеуі мән-жайды білгісі келіп, сұрақтың астына алады. Сонда әйел: "Расында мен үлкен қателік жасадым. Өзімді ыңғайсыз сезініп отырмын. Сен де өз әйеліңді бөтен еркекке жіберіп күнәһар болдың." Убайд ибн Амир шынымен де тақуа жан екен. Мен оның бұл өмірде ақыретке дайындалып жүргенін көрдім. Ал біз болсақ, ертеңгімен өмір сүріп, біреудің жолдан таюын қызық көріп жүрміз. Бүгіннен бастап үзбей құлшылық жасап, жаратқанға жалбарынып, күнәмізге кешірім сұрап, берген нығметіне шүкіршілік етіп, мұсылман атына лайықты болайық деп тәубесіне келген екен. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Умейр ибн Уахб. Ислам тарихында Бәдір шайқасы мұсылмандар үшін үлкен жеңіспен аяқталған еді.
Ал Құрайш тайпасы үшін бұл соғыс ең қасіретті күнге айналды. Себебі онда беделі жоғары Құрайштық көсемдердің көбісі көз жұмды. Содан Құрайш тайпасы жеңіліске ұшырап, олардың біраз адамы мұсылмандардың қолына тұтқынға түсті. Алайда мұсылмандар оларға зиян тигізбестен жақсы қарым-қатынас жасайды. Сонда шайқаста аман қалып, Меккеге оралған мүшриктердің ішінде Умайр ибн Уахб бар еді. Умайр ибн Уахб Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға пайғамбарлық келген уақыттан бастап Меккеде мұсылмандарға қысым көрсеткендердің ең алғашқысы еді. Құрайш тайпасының ішінде оның беделі жоғары болды. Кез келген исламға қарсы жоспарлар Умайр ибн Уахбпен келісілетін еді. Содан Бәдір майданында оның ұлы Уахба тұтқынға түсіп қалады. Умайр ибн Уахб үйіне келіп, қалайда баласын мұсылмандардың қолынан алып шығуды жоспарлайды. Өйткені оның ойынша кезінде Меккеде мұсылмандарға көрсеткен қысымның есесі ретінде оның ұлын өлтіріп қояды ма деп алаңдайды. Бір күні Умайр ибн Уахб кештетіп өзінің туысы Сафван ибн Умайямен бірге Бәдір соғысын еске алып, шайқаста қайтқан Құрайш көсемдерін жоқтап отырады. Сол уақытта Умайр ибн Уахб сөз алып, егер менің артымда берер қарыздарым болмағанда, және менсіз күн көре алмайтын отбасын болмағанда, орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып оны өлтірер едім. Есесіне осылайша тұтқынға түскен ұлымды да босатып алған болар едім деп күрсінеді. Мұны естіген туысы Сафуан: "Ей Умайр, ендеше мен сенің барлық қарыздарыңды өтейін. Отбасыңа өмірімнің соңына дейін қамқор боламын. Ол жағын алаңдама" дейді. Бұған қуанған Умайр арада болған әңгіме туралы ешкімге тіс жармауын өтінеді. Көп күттірмей Умайр ибн Уахб Мәдина қаласына жолға шығады. Қалаға келген бойда ол қылышын сермеп, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың алдына баруды көздейді. Мұны байқаған Умар ибн Хаттаб Умайрды алып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына кіргізеді де былай дейді: "Уа Аллахтың елшісі, мынау біздің қас дұшпанымыз. Қолында қылышы бар. Бұның бізге келуінің артында бір жаман сыр жатқан секілді." Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Умайрға қарап: "Сен бізге не үшін келдің?" деп сұрайды. Умайр болса баласын тұтқыннан босатуға өтініш айту үшін келгенін жеткізеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сөзін қайталап: "Шыныңды айт, сен не үшін келдің?" дейді. Умайр баласын босатқысы келетін әлгі сөзін қайталайды. Сол сәтте жаратқанның елшісі саллаллаху алейхи уассалам сөз алып: "Сен кеше Сафван ибн Умайя екеуің отырып, егер менің артымда берер қарыздарым болмағанда, және менсіз күн көре алмайтын отбасым болмағанда, орнымнан тұрып тіке Мұхаммедке барып оны өлтірер едім деген сөзіңді неге айтпайсың?" дейді. Естігеніне сенбеген Умайр пайғамбардың оның сөзін дәл сөзбе сөз айтып бергеніне қатты таңғалады. Сосын ол: "Уа жаратқанның елшісі, бұған дейін сенің айтқандарыңның барлығын жоққа шығарып, мұсылмандарға көп зиян тигізіп келдік. Және Сафван екеуміздің арамызда болған кешегі әңгімені екеумізден басқа ешкім білмейтін еді. Енді көзім жетті. Жаратқан Жаббар мені тура жолға салу үшін сенің алдыңа әдейі алып келген екен деп, ойланбастан Аллахтан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі екеніне куәлік етемін" деп исламды қабылдайды. Сосын ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Умайрдың ұлын дереу тұтқыннан босатып, мұсылмандарға ол екеуіне дінді үйретуге бұйрық береді. Арада бірнеше уақыт өтіп, Умайр исламды бойлап білгеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына келеді. "Уа Аллахтың елшісі, мен исламға дейін мұсылмандарға көптеген зиян тигіздім. Енді осының есесін өтеу үшін мені Меккеге жіберіңіз. Сондағы халықты исламға шақырып, мұсылмандардың саны артуына септігімді тигізейін" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келісімін беріп, Умайр Меккеге келеді. Оны көрген туысы Сафуан меккеліктерге қарап: "Ей халқым, қуаныңдар. Умайр бізге Мәдинадан жақсы жаңалық алып келді. Енді біз үшін Бәдірдің қасіреті ұмытылатын болады" деп жар салады. Мұны көрген Умайр оны тоқтатып: "Ей Сафуан, доғар сөзіңді. Мен енді исламды қабылдадым. Расында мына қолдан жасалған пұттар бізге қандай да бір пайдасын тигізеді деп ойлайсыңдар ма? Одан да исламға келіңдер. Шын мәнінде мен ақиқатты осы діннен таптым. Жаратқан жалғыз Аллахқа бірге құлшылық етейік" деп дінге шақырады. Расында Умайр Мекке халқын күні-түні исламға шақырумен болады. Оларға дінді насихаттап, адамгершіліктің сипаттарын үйретеді. Умайр санаулы уақыттың ішінде
Бұрынғы беделінің арқасында көптеген меккеліктердің исламға келуіне себепші болады. Содан кейін Умайр мұсылмандарды жинап, ұзын сонар керуен құрып, Мәдинаға қарай ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына алып келеді. Осылайша Умайр мұсылмандардың саны күрт өсуіне себепкер болып, деген ниетіне жеткен екен. Достар, егер де сіздер өмірден алынған ғибратты оқиғалар мен ислам дініне қатысты бұрын соңды білмеген қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, Құран тағылымы каналына жазылыңыз. Сондай-ақ әрдайым төменгі жаққа пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз. Неғұрлым көп көрермен жиналған сайын, соғұрлым қызықты әңгімелер шығады. Ендеше достар, каналға қолдау білдіріңіз. Мәдиналық сахаба Умму Салим. Күндердің күнінде Умму Салим деген мәдиналық әйел болыпты. Ол ислам келмей тұрып, жәһилиет уақытында Мәлик ибн Надр деген кісіге тұрмысқа шығады. Уақыт өтіп, олардың шаңырағына Анас ибн Мәлик деген бала дүниеге келеді. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам исламды таратып, мұсылмандар Мәдинаға келіп жатады. Сол сәтте Умму Салим исламды қабылдап, мұсылман болады. Мұны білген күйеуі Мәлик ибн Надр әйеліне ашуланып, оларды тастап Шам өлкесіне қоныс аударып кетіп қалады. Ол сол жақта исламға келмей өмірден озады. Умму Салим болса баласына тәрбие беріп, оны өсіруді мақсат етеді. Осы аралықта оның қолын сұрап келгендер көп еді. Алайда ол күйеуге шықпас бұрын алдымен баласын өсіріп алуды көздейді. Анас ибн Мәлик 10 жасқа толғанда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдинаға қоныс аударып келеді. Умму Салим болса асыл пайғамбарды қатты құрметтейтін, оған қандай да бір сыйлық беруді қалайтын. Алайда қолында жалғыз баласынан басқа ешкімі болмайтын. Бір күні Умму Салим баласының дін жолында қызмет етуін қалайды. Сосын ол жаратқанның елшісінің алдына келіп, "Уа ардақты пайғамбар, менің қолымда осы баламнан артық ештеңе жоқ. Ол мен үшін бар жақсылығым. Ендеше мен оның сізге қызмет етуін қалаймын. Осылайша ол дінге де қызмет ететін болады. Баламды қабыл алыңыз" деп бауыр еті баласын пайғамбарға береді. Анас болса пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жанында 10 жылдай қызмет етеді. Нәтижесінде сахабалардың ішінде ең білімді әрі беделді кісіге айналады. Бір күні Умму Салимге Абу Талха келіп, әйелдікке алғысы келетінін айтады. Алайда Умму Салим оған: "Сен сияқты дәулетті адамға бәрінің тұрмысқа шыққысы келетіні анық, бірақ мен олай жасай алмаймын. Өйткені сен мұсылман емессің" дейді. Мұны естіген Абу Талха: "Саған не болған, Умму Салим? Мен қалаған алтыныңды беремін. Мәдинада ең бай әйел атанасың. Маған жар бол" дейді. Умму Салим болса: "Маған керегі байлықта, жылтыраған алтында емес. Ең бастысы бір дінде болу маңызды. Егер маған үйленгің келсе, исламды қабылдауың керек болады. Одан басқа жол жоқ" деп кесіп айтады. Абу Талха болса Умму Салимді есепсіз дәулетке қызықтырмай қойған діннің құдіретіне таң қалады. Сосын ол ислам туралы жан-жақтан сұрастыра бастайды. Ақырында пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына барып мұсылман болады. Содан кейін Умму Салимге келіп, оны жар етіп алады. Бұл ислам тарихында ең үлкен мәһір деп танылған неке болатын. Ондағы мәһір исламды қабылдау болды. Көп ұзамай екеуінің арасында Абу Умайр деген ұл дүниеге келеді. Бұл перзент екеуінің арасын одан әрі жақындатып, екеуі оған қатты бауыр басып қалады. Алайда жаратқанның ісіне не шара, жылай-жылай көнерсің дегендей, бірнеше уақыттан кейін Абу Умайр қатты ауырып, кенет өмірден озып кетеді. Баласының ауырғанын естіген Абу Талха дереу үйіне тездетіп келеді. Умму Салим болса оны қарсы алып, егер біреу бізге бір аманатты уақытша беріп, кейін соны қайтаруды сұраса, біз не істер едік деп сұрайды. Әрине, иесіне қайтарып береміз. Аманатқа қиянат жоқ дейді. Сол сәтте Умму Салим: "Жаратқан Аллах бізге берген аманатын қайта өзіне қайтарып алды. Абу Умайр өмірден озды" деп қаралы хабарды хабарлайды. Сосын екеуі бауыр басқан перзенттерінен айырылып, қатты өксіп, жоқтап жылайды. الذين إذا أصابتهم
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Arada bir neçe vaqt o'tib, ikkovi islom dinine xizmat etuvlarini жалғастырады. Ummu Salim bo'lsa bir to'p ayollarni ertib, kuyovмен birga bir neçe so'g'is maydonlariga chiqib, musulmonlarga suv tasib, jarohat olganlarni emdeb, din yo'lida azda bo'lsa xizmat etuvdi to'xtatmaydi. Hunayn chayqasında Ummu Salim kuyovning ortida onu qo'rg'ashtab yuradi. Kenet tasadan dushman shavullasa, ularga qarshi turush uchun onun qo'lida har doim pichoq bo'ladi. Oslaycha Ummu Salim qachanda bo'lsa islom yo'lida o'zining bosin xavfga tegib, payg'ambarga xizmat etетін. Buni ko'rgan asl payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har doim Ummu Salim uchun duo jasaytin. Birde ardaqti payg'ambar sallallohu alayhi va sallam jannatda Ummu Salimni ko'rgan turali xabarlaydi. Bu әрине onun ko'zi tirisinde jannatмен suyulganligini bildirgan edi. Осындай din yo'lida ayanba еңбек etgan Батырда Aybinda Ummu Salim Muaviya ibn Abu Sufyanning xalifatlik kezinde dunyodan o'zgan ekan.